Дамир, соғдыларды қайталаймыз, иә? 6-8 ғасырларда Жетісуға қоныстанған ел. Соғды. Араб шапқыншылығы әсерінен Жетісуға қоныстанған ел. Соғдылар. Орта Азияда өмір сүрген Иран тілдес халық. Соғдылар. Ежелгі орталық Азияда өмір сүрген Иран тілдес халық. Соғдылар. Бартолдтың айтуынша, соғдылардың қоныс аударған аймағы. Жетісу мен Түркістан. Соғдылардың Жетісуға қоныс аудару саудаға байланысты деп айтқан. Бартолд. Соғдылардың ішінде түркше сөйлемейтіндері жоқ деп жазған орта ғасырлық ғалым. Махмұд Қашқари. Соғдылардың Жетісуға қоныстану дамытты. Егіншілікті. Жетісуда мекендеген тайпа. Түргеш. Түргеш қағанатының үстем тайпалары. Тулу. Батыс Қазақстанда орналасқан тайпа. Оғыз. 10-13 ғасырда Жетісуда үстемдік еткен мемлекет. Қарахан. Атлақ шайқас өткен жер. Оңтүстік Қазақстан. Атлақ шайқасына қатысқан халықтар. Түргеш, Қытай, Араб қарулы. Атлақ шайқасында қытайлар шегінді. Оңтүстік Шығысқа. Атлақ шайқасының түргештерге әсері. Түргеш мемлекеті ыдырады. Атлақ шайқасының түркілерге әсері. Ислам дінін тарады.